Осындай ауыр жағдайда кездесуге келгендерің үшін көптеген рахметімді айтам. Баруто жайында уайымдап жатқандарыңызды түсінем. Алайда Каноха, сендер өз ауылдарыңда баяу әрекет ететін бомбаны ұстап отсыңдар, Наруто. Оның үстіне ол жарылудың алдында тұр. Ал сендер осы күнге дейін оны қалай құрту керек екенін түсінбей жүрсіңдер. Шынымды айтсам, мен де Райкаге секілді алаңдап отырмын. Біз бәріміз осында одақтас болсақ та, өз ауылымыздың тұрғындарына жауаптымыз. Бұл жолы бүкіл планета халқына қауіп төніп тұр. Мен сендердің не айтқыларың келгенін түсініп отырмын. Және бұл қойылымның не үшін екенін де білем. Одан да ашық айтыңдар. Наруто, біз сендерден нақты әрекет етуді талап етеміз. Мұны мойындағым келмейді. Бірақ Райкаге дұрыс айтып отыр. Бізге өкінішті. Бірақ дәл қазір бәріміз бірігіп, Барутоға не істеу керек екенін шешуіміз керек. Мүмкін оны мөрлеп тастаған жөн болар. Немесе... Мен бәрін түсінем, бірақ шектен шықпаңдар. Сендер менің ұлым туралы айтып тұрсыңдар. Саған не болған өзі? Иә, бұл сенің ұлың екенін түсінем. Бірақ сен ең алдымен Хокаге емессің бе? Мәселе сонда, Баруто жапырақты ауылының бір бөлігі, және оның кімнің ұлы екенін маңызды емес. Ол Каноханың толыққанды азаматы. Біз оған қалағанымызды істей алмаймыз. Сендер де солай. Бұл Каноханың шаруасы, тек Каноханың. Қандай көңіл күй. Біздің арамызда тиімді диалог болатындай түрі жоқ. Сендер не, жаңадан соғыс ашқыларың келеді ме? Соғыс дейсің бе? Онда көрейік. Ол қаншалықты тез аяқталар екен. Сендерге бәрін тек күшпен түсіндіру керек сияқты ғой. Мынауың тым артық енді. Бір бозбала үшін қаншама жазықсыз жан құрбан болмақ. Бірақ сол кезде бұл сенің ар ұятыңда қалады. Шектен шықпа. Сенде енді 9 құйрықтың күші жоқ. Сонда осы жылдар бойы жазықсыз адамдар қырылып жатса да, сені тоқтатқан жалғыз нәрсе күш пе? Неге? Қаласаң, осы жерден ақ бәрін шешіп тастайық. Бұл не деген сұмдық? Тез әрекет ету керек. Наруто, кешір. Бірақ сенің досың ретінде саған мұны істеуге жол бере алмаймын. Бұл саған мүлде ұқсамайды, Наруто. Не ойлап отырсың, ақмақ? Мен ойлаған нәрсе болады деген үміттемін. Біз екеуміз бірге бастан кешкен жалғыздықты бұл жерде отырған кагелердің бірі де түсіне алмайды. Бірақ мен білем, сен оған қайтып оралғың келмейді. Наруто, сен не істеп? Оларға қараш, Саске. Олар сендер Нинган. Мендегі Кураманың күші жоқ деп шешіп, біз қарсы тұра алмайды деп отыр. Бізден қорыққаннан кейін ғана осындай бейбіт өмір сүріп жатқан білмейді. Енді Кураманың күші жоқ болса да, Каноханың әлі де мықты екенін сездіңдер. Бұл жай ғана ескерту. Сендерге жай ғана өз күшімізді көрсетіп қойдық. Кешір, Наруто. Мен
Мен артық кеттім. Рахмет, Гара. Мен саған әрқашан сенуге болатын білдім. Күш көрсету? Демек, мен дұрыс ойлаған екенмін. Сен әлі де әлемдегі ең алдын ала болжауға келмейтін шиноби екенсің. Және бұрынғыдай ақмақ емессің, Наруто. Иә, бұл қазір не болды өзі? Құрсын, қорқыттың ғой, ақмақ әке. 5-ші шиноби әлемдік соғысы бола ма? Наруто мен Шикамару тас ауылын және даймёны қалай тоқтатты? Және неге Наруто барлық кагелерді масқара етті? Барлығы жаңа видеода. Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен қиялдап. Бұған дейін мен бірнеше видео жасағанмын. Онда Наруто басқа кагелерді жойып жібере жаздаған жайлы айтылған еді. Себебі олар 5-ші шиноби әлемдік соғысын бастағылары келді. Анимеде де осындай сәт болған. Сол себепті бізге белгісіз оқиғаларды білу әрдайым қызық. Бұл оқиға жалғыз жапырақтар арасында билеп жүрген бұл татты Шикамару туралы новеллада кездеседі. Бұл видеода мен сол оқиғаны толық әрі тұтас баяндап беремін. Алдын ала айтайын, бұл оқиға толықтай канондық. Мен ештеңе ойдан шығарған жоқпын, бірақ новеллада кездесетін кейбір сәттерді қоспай кеттім. Себебі видео бірнеше сағатқа созылар еді. Баршаңызға осы новелланы өздеріңіз оқуға кеңес беремін. Ол өте қызықты. Бірақ ұмытпаңдар, лайк басып пікір қалдырыңдар және қазақша контентті қолдаңдар. Біз бастаймыз. Жақсы қарауын тілеймін. Соғыс дейсің бе? Онда оның қаншалықты тез аяқталатынын көрейік. Наруто Узумакидің көмекшісі ретінде Шикамару Канохада өтіп жатқан 5 кагенің саммитіне қатысады. Наруто жуырда өткен Чунин емтиханынан кейін Мамашики Оцусуки оны ұрлап әкеткен кезде құтқарған үшін барлық кагелерге алғыс білдіреді. Бірақ оған көпшілік кагелер қуана-қуана көмектескен. Бірақ Цучикаги Куроцучи Канохада мұндай оқиғалардың әлі де болып жатқанына ашулы. Наруто оны Мамашикидің шабуылынан кейін қауіпсіздіктері қалыпқа келеді деп сендіруге тырысады. Бірақ Куроцучиді ашуландырып тұрған мәселе бұл емес. Емтихан кезінде нинджа шиноби қолданылғандығында. Наруто олардың қолданылуы ресми рұқсатсыз болғанын айтады. Алайда бұл факт басқа кагелер үшін маңызды емес. Себебі бұл құралдар мен ғылыми жабдықтар олар үшін белгісіз еді. Райкаге Даруй бұл құралдарда еш жамандық көрмейді. Бірақ Бизукаги Чоджуро Куроцучимен келіседі. Бұл технологияға тек Каноханың ғана қол жеткізе алуы басқа ауылдарда әскери әлсіз күйге түсіреді. Казыкаге Гара барлығын одақтастар екендерін еске салып сабырға шақырды. Бірақ Куроцучи көнбейді. Ол Учиха Саске әлемді шарлап басқа елдер туралы мәліметтерді Канохаға жіберіп жатқанын айтады. Бұл шпиондыққа ұқсайды. Оның қылмыстық өткен өмірін біліп, сенімсіздік одан бетер артады. Шикамару Каноханың бейбітшілікті қалайтынын айтып, Каноханың шиноби альянсын құрғандағы рөлін еске салады. Бейбіт ниеттің белгісі ретінде Куроцучи Канохадан барлық құпия ақпаратты ашық түрде бөлісуді талап етеді. Әйтпесе оның Ивагакура ауылы, яғни тас ауылы шиноби альянсынан шығады. Ол бұл талапты келесі Каге саммитіне дейін шешуді сұрайды. Осыдан кейін Шикамару не болып жатқанын анықтау үшін Андулар және өзі де тас ауылына аттанады. Ол Цучикагемен сөйлесіп, оны райынан қайтарғысы келеді. Бірақ нәтижесіз. Тіпті Сааноки мен Шогиді де ойнап үлгерді. Соңында Шикамару Амбудан маңызды ақпарат алады. Жер елі даймёсы тас ауылына, гүлдер еліне шабуыл жасауды бұйырған екен. Бұл көрші шағын ел, жері құнарлы, егіншілікке таптырмас орын. Шикамару екі елдің арасында сауда жүріп жатқанын біле тұра неге шабуыл жасау керек екенін түсінбейді. Мәселе дәл осында. Егер жаулап алуға болса, тас елі неге олармен сауда жасап отыр? Ал гүлдер елі найзаға елімен дос. Демек Кумагакуре гүлдер ауылын тас ауылынан қорғау міндет. Шиноби альянсы өз адамдарына бір-бірімен соғысуға тиым салған. Сол үшін Куроцучи одақтан шығуға сылтау іздеп жүр. Ол Каноха шарттарды орындамайды деп ойлап отыр. Сөйтіп соғысты заңды қылып бастамағысы келеді. Шикамару ақыры Анокидің шиноби ол әрдайым шиноби болып қалады деген сөздің мәнін түсінді. Шинобилердің мақсаты соғысу үшін және сәйкес ел өз ауылының жауға қарсы шығуын талап еткенде, ауыл бұл бұйрыққа
бағынуға мәжбүр. Ануки осылай дегенімен Шикамару оның шынымен бұған сенетін ойламайды. Және Ануки мен Курацучи бейбіт шешімді қалайды деп күдіктенеді. Бұл жер елінің даймиосының еркелігінен туындаған соғыстың басталғалы тұрғанын білдіреді. Шикамару Амбу мүшесі Хинекке тас ауылының ішіне қайта еніп барлау жұмысын жалғастыруды бұйырды. Ал өзі соғыс басталмай тұрып оны тоқтату ниетімен жолға аттанады. Келесі саммит басталмай тұрып ақ барлық кагелердің қатты уайымдап тұрғаны байқалады. Гара Шикамарудың жоспарын алдын ала білген, бірақ ешкімнің жағында болмай өзімен өзі арпалысып жүр. Талқылау басталғанда Курацучи Нарутоның нақты жауабын талап етеді. Наруто тас ауылының басып кіру әрекетін еске сала бергенде Даруй бірден ашуға булығады. Бірақ Курацучи оны елемейді. Оның орнына бұл тас ауылының бұрынғы айыптауларын растағанын айтып, Каноха одақтас елдерге тыңшылық жасады деп тағы да айыптайды. Ол Канохаға кінәні аударуды жалғастырады. Ал Даруй сөзін қайта-қайта бөліп басып кірудің салдарын еске салады. Наруто өзінің күшіне қарамастан бейбітшілікке қауіп төндіретін еш нәрсе істемейтінін айтып, өзін бүкіл күшін тек осы әлемді қорғау үшін қолданатынын айтады. Бірақ Курацучи қарсы шығып, тас ауылы өзін өзі қорғай алады дейді. Осы сәтте Чоджуру араласып, егер әлемде соғыс болмаса, онда шиноби де қажет болмай қалады дейді. Бұл Шикамарудың бұрынғы күдігін растайды және оны әрекет етуге итермелейді. Ол көлеңкелі паралич техникасымен барлық қатысушыларды қозғалыссыз қалдырып қақпанға түсіреді. Нарутоның наразылығына қарамастан Шикамару Карасучи мен Чоджуруға соғыстан бас тартпаса, екеуін де өлтіретінін ашық айтады. Гара оған жауап ретінде оларды өлтіру ештеңе шешпейді десе де, Шикамару бұған келіспейді. Оның айтуынша, егер Каноха екі Кагені өлтірсе, бұл Каноханың соғысқа қарсы нақты белгісі болар еді. Оның үстіне Каноха әлемде өте ықпалды және қуатты. Ешкім оған қарсы шыға алмайды. Алайда Наруто Джинчурики ретінде Шикамарудың көлеңке байланысын бұза алады. Сол сәтте Гара өзінің құмымен Шикамаруға шабуыл жасайды. Наруто Шикамаруды ұстап басқалардан кешірім сұрайды. Тіпті соғысты болдырмау үшін тас ауылы талап етіп отырған ақпараттармен де бөлісу мәселесін қайта қарауға уәде берді. Қалған Кагелер ештеңе демей кетіп қалды. Олардың ұстанымы бұл жерде анық байқалады. Канохаға оралғанда Наруто Шикамаруға ашуланып ұрсады. Бірақ Шикамару одан да қатты ашулы. Ол Нарутоның әрекеті Каноханы қорғауға бағытталған жоспарын бұзды дейді. Ал бұл Хокаге ретінде Нарутоны бірінші кезекте алаңдатуы тиіс нәрсе. Егер сіз осыдан кейін Курацучи райынан қайтты деп ойласаңыз, әрине олай емес. Керісінше жағдай ушыға түсті. Келесі бірнеше күн бойы Шикамару Рой Хинекенің ақпараттарын алып отырады. Ол Ивагакуренің соғысқа дайындықты аяқтауға жақын екенін хабарлайды. Шикамару енді не істеу керектігін ойлап отырғанда, оны Мирай Сарутоби тоқтатады. Ол Шикамаруға от елінің даймиосы Икимадока Канохаға бірнеше күннен кейін келіп, Нарутоға жолығатын хабарлайды. Шикамару Ики соғысты тоқтатуға көмектесе алады деп ойлайды және Мирайдан қосымша ақпарат сұрайды. Ол жалғыз мәселе Муджина қарақшылары Икимадоканың ұлын Икию Тентаны ұрлап әкетеміз деп қорқытқанын жеткізеді. Иә, түсінгеніңіздей, бұл новелладағы оқиға Муджина аркасына дейінгі кезеңде өтеді. Шикамару мұны мүмкіндік деп көреді. Ол Мирайға Тентаны бақылауда ұстауды бұйырады. Егер Муджина бандиттері Тентаны ұстамақ болса, Мирай олардың солай жасауына мүмкіндік беруі керек. Тек олар оны өздерінің жер асты бекінісіне алып кеткеннен кейін ғана құтқару қажет. Мирай қатты шошиды, бірақ Шикамару оған ештеңеге уайымдамауын тапсырды. Себебі олар Муджина бандиттерінің басшысы Сидзёдзо жайлы бәрін біледі. Бұдан да маңыздысы, егер Каноха Тентоны құтқаратын болса, Икию Канохаға қарыздар болады. Мирай Шикамарудың нақты не ойлап тұрғанын түсінбей амал жоқ келіседі. Бірақ бірнеше минуттан кейін Тентоны шынымен де ұрлап әкеткенде, оны оның жасағы емес, Канохаға келген кезде Тентомен дос болып кеткен Баруто Узумаки құтқарып қалады. Ол Тентоны құтқаруға өзі барып, Мирай мен оның командасы әрекетке көшпей жатып ақ үлгереді. Наруто мен Шикамару Икию мен оның резиденциясында кездеседі. Икию оларға Тентоны құтқарған үшін алғыс айтады. Бірақ олардың бұл жолғы сапарындағы мақсатын түсінбейді. Ол қазірдің өзінде жер елінің даймиосымен сөйлесе бастағанын айтады. Және бұл Нарутоның Канохада жүргенде сұраған өтініші екенін де айтып өтеді. Наруто мен Шикамару оған тас ауылы бәрібір шабуыл жасайтынын, ал Икию ойлап жүрген келіссөздер қазір ештеңе шеше алмайтынын түсіндіреді. Өйткені Кагелер өзара келісімге келе алмай жүр. Шикамару келесі қадам саммит ұйымдастырып 5 ірі мемлекеттерді тартады. Соған жер елі де қатысу керек екенін айтады. Икию бұған сенбейді. Оның ойынша даймиолар бұл дағдарысты шеше алмайды. Осы кезде Шикамару мен Наруто оған тағзым етіп өтініш білдіреді. Олардың бұл әрекеті Икиюдің жүрегін жібітеді. Ол бұл соғыс өзінде жеке түрде қамтитынын, сондықтан бейбітшілік үшін жанын бере алатын шинобилерге құрмет ретінде әрекет ету керек екенін мойындайды. Біз ұлы елдің саммиті басталғанда
болғанда жер елінің даймиосы Данзё Икиюдың бейбітшілік туралы үндеуін мойындамайды. Оның ойынша екі ауылдың арасындағы одақ екі елдің де одақтас екенін білдірмейді. Керісінше бұл одақтар соғысты тежейтін кедергі дейді. Егер Гөл елі мен Найзағай елі арасындағы келісім болмағанда, ол әлде қашан шабуыл жасап монша әбігер болмас еді деп тұспалдайды. Ол Даруйге қарап Гөл елі соғысқа дайын емес екенін тұспалдап айтып өтеді. Данзё мен Текан бір-бірімен дауласып жатқанда Икию үзіліс сұрайды. Ол Наруто мен Шикамарумен көрші бөлмеде кездеседі. Бұл кезде олар саммит барысын алыстан бақылап отырған еді. Икию дәл солар сияқты бұл жиыннан нақты шешім шықпайтынын сезіп отыр. Наруто Курацучидің Канохадан құпия ақпарат беру туралы бұрынғы сұрауын қозғайды. Оның пікірінше бұл Каноха мен басқа елдердің арасындағы теңсіздікті жоя алады және Каноханың артықшылығын азайтады. Бірақ Икию бұл жеткіліксіз деп есептейді. Енді бес елдің даймиөлері араласқандықтан әлде қайда маңызды ұсыныс қажет. Сондықтан Икию от елінің жерінен бір бөлікті жер еліне беруді ұсынады. Бірақ бұл жер бұрын Гөл еліне тиесілі болғандықтан аса маңызды саналмайды. Шикамару бұл ұсыныс жеңілгенді мойындаумен тең екенін айтады. Алайда Икию оған қарсы емес. Ол әлден бері бұл жерге иелік етуді ыңғайсызданып жүрген, әрі оның тұрғындары жер елінің құрамында болуға қарсы еместігін жеткізеді. Шикамару бұл шекаралық өзгеріс көрші барлық елдермен келісіп барып жүзеге асуы тиіс екенін айтады және бұл мәселені талқылау үшін бүкіл континенталдық саммит ұйымдастыруды ұсынады. Икию Шикамарудың осы идеясын қайта жиналған даймиөлерге жеткізеді. Данзё бұған үзілді-кесілді қарсы. Ол бұл басқыншылыққа орасан зор қаражат жұмсағанын айтып, соны аяғына дейін жеткізгісі келетінін жеткізеді. Бірақ Текан және тағы да екі даймио бұл идеяны қолдайды және Гөл елінің болашағы сол саммитте шешілсін дейді. Данзёның өзі әлі де күмәндана қарап отырғанда, Икию үшінші нұсқаны ұсынады. Жер елі мен от елі арасында соғыс. Осыдан кейін Данзёның көзқарасы жұмсара бастайды. Жалпы алғанда бұл қисынды еді. Континенталды саммитке жүздеген адам қатысады. Әр елдің даймиөлері, барлық кагилер және олардың елдерін таныстыратын үлкен көмекші делегациялар келеді. Және мұндай жиналыс бұрын-соңды ешқашан өткізілмесе де, Темір елі бір апта ішінде лайықты ғимарат салып үлгерді. Барлық қатысушылардың басқаларға сөз арнауға мүмкіндігі болады. Содан кейін даймиөлер дауыс береді және Гөл елі тағдыры жай ғана дауыс көпшілігімен шешіледі. Егер көпшілік жер еліне басып кіруді мақұлдаса, соғыс сөзсіз болады. Сол баяғы шал, бірақ сенімді Мифуне саммиттің төрағасы ретінде тағайындалды және ол бірінші болып сөз кезегін береді. Данзё шинобилер бұл соғыстан басқа ештеңе білмейтін, туылған күннен бастап өлімге дейін шайқасуға үйретілген жауынгерлер ғана деп сөз айтады. Ол шиноби дәуірінің соншалықты ұзаққа созылғанын, қазіргі континенттің өзі осы қантөгістің нәтижесінде қалыптасқанын айтады. Данзё басып кірудің жалғасуы шинобилерге олардың бастапқы мақсатын қайта табуға көмектеседі деп мәлімдейді. Кейбіреулер басып кіруге қарсы соғысады. Сол сияқты кейбіреулер басып кірудің табысты болу үшін шайқасып өледі. Ол сөзін аяқтай келе соғыс бәріне пайдалы болады деп түйіндейді. Өйткені соғысы шиноби болмас еді. Ал шиноби болмаса болашақтағы апаттардан әлемде ешкім қорғай алмас еді. Данзёның сөзінен кейін Икио мінберге көтеріледі. Ол Данзёның шинобилер тек соғысу үшін жаралған деген пікірмен түбегейлі келіспейді. Ол бұған дәлел ретінде осы континенттік саммитті алға тартады. Континенттік саммит шинобилердің бастамасымен, шинобилердің қолдауымен пайда болған оқиға. Бұл шараның соншалықты бұрын-соңды болмаған маңызға ие болғаны сондай, ешбір даймио мұны өз бетімен ұйымдастыра алмас еді. Рас, шинобилер өткен заманда соғыстарға қатысқан және сол қақтығыстар бүгінгі әлемнің негізін қалады. Бірақ қазір шинобилер бейбітшілік үшін күресіп жатыр. Икионың ойынша даймиөлер оларға жаңа әлем құруға мүмкіндік беруі керек. Икио өзін шинобилер атынан сөйлеуге лайықтымын деп санамайды және орнына Нарутоны мінберге шақырады. Наруто сахнаға шыққанда Шикамару сыртқа шығып темекі шегеді. Мирай оған ескерту жасайды, бірақ Шикамару өзінің жұмысын аяқтады деп санайды. Өйткені Нарутоның сөзі жалғыз ғана нәтиже әкелуі мүмкін деп сенеді. Наруто былай мәлімдейді: шинобилердің басқа адамдардан еш айырмашылығы жоқ. Олар да өз балаларын соғыссыз, бейбіт әлемде өсіргісі келеді. Рас, шинобилер бұрында шайқасты, бірақ олар осы соғыстардың күндердің бір күні аяқталады деген үмітпен шайқасты. Шинобилерді олардың қатысқан шайқастары ғана анықтамайды. Шинобилердің білімі мен қабілеттері де олардың болмысын құрайды. Осыған сәйкес Наруто Каноханың барлық құпия ақпараттарымен ашық бөлісетінін жариялайды. Бұл бұрын-соңды болмаған қадам және ол басқа елдерде осы үлгіні ұстанады деп үміттенеді. Қысқа мерзімде бұл Каноханың үстемдігінен туындаған күш теңсіздігін түзетеді, ал ұзақ мерзімде бұл шинобилердің шайқасқа тәуелді болмай-ақ әлемде өмір сүруін қамтамасыз етеді. Нарутоның сөзі тікелей эфирде бүкіл Канохаға көрсетіледі. Шикадай өз командаластары Чочо Акимичи және Инаджин Яманакамен бірге қарап отырады. Шикамару Нарутоның сөзін сыртта тыңдайды. Сондай-ақ Наруто сөйлеп болған
болғанда шыққан шапалақтардың жаңғырығын естиді. Әрбір даймё саммитте сөз сөйлеу керек болғандықтан Шикамару ұзақ күтуге дайындалып жайлы орын тауып демалады. Көптеген даймёлер Ики мен Нарутоны қолдап сөйлеу үшін өз сөз уақыттарын пайдаланады, ал кейбіреулер Данзионы ашық айыптайды. Курацучи де сөйлеу кезегіне жетіп, Нарутоның құпия ақпаратты бөлісу ұсынысын қабылдайтынын мәлімдейді. Ол бұрын соңды Каноханың шамадан тыс күшті екеніне алаңдағанын жасырмайды. Бірақ енді оның бұл күдіктері негізсіз болғанын мойындайды. Бұл сөздерді Шикамару қуана қабылдайды. Өйткені бұл Ивагакуро гөл еліне басып кіру әрекетіне қатыспайтынын білдіреді. Ал бұл өз кезегінде басып кіру болмайды деген сөз. Нарутоның саммиттен кейінгі түнінде Шикамару ұйқыдан оянғанда саммиттің нәтижесі қандай болғанын ол сөзсіз біледі. Даймёлар от елі жағынан ұсынылған гөл еліне тиесілі жерді жер еліне тапсыру идеясын қабылдады. Бұл арқылы басып кіру болдырмау үшін жасалған келісім іске асты. Наруто Шикамаруға осы жетістікке жетуге көмектескені үшін алғыс білдіреді. Жақында Курацучи да келіп қосылып, алдыңғы Каги кездесулеріндегі өз сөздері мен әрекеттері үшін кешірім сұрайды. Наруто оған уайымдамауын айтып, егер Данзё Ивагакураны тағы да өз пайдасына пайдалануға тырысса, Каноха көмектесуге дайын болатынын мәлімдейді. Курацучи кеткеннен соң Наруто мен Шикамару бір-біріне күлімсірейді. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа бармайды. Екеуі де Каноха әкімшілігінің құжаттары мен Мияшитының түсіне көңілдері түсіп кетеді. Бірнеше күннен кейін гөл елінің даймёсы Канохаға келеді. Ол Шикадаймен шамалас жаста, өте жас. Әкесінің қайтыс болуынан кейін ғана ол жақында даймё болған. Жас даймё Нарутоға шексіз алғысын білдіреді. Өйткені ол өз елінің жер ел тарапынан аннексиялауына қарсы ештеңе істей алмаған еді. Және бұл жағдай тек Икио мен Нарутоның араласуы арқылы ғана алдын алынды. Наруто оған бұл жетістік үшін негізінен Шикамаруға алғыс айту керек екенін айтады. Ол Шикамаруды біршама ыңғайсыз күйге түсіреді. Осыдан кейін әрине даймёның алғысы Шикамаруға да бағытталады және бәрі жақсы нотада аяқталады. Даймё Шикамару мен Нарутоға мыңдаған гүл сыйлайды. Шикамару Темари және Шикадаймен де татуласты және бәрі қайта жақсы бола бастайды. Осылайша новелла аяқталады. Келісетін шығарсың, бұл оқиға өте тамаша, бірақ бәрі әлде қайда ертерек аяқталуы мүмкін еді. Мысалы, егер Наруто немесе Саске соғысқа аттанғанда, мен сенімдімін, ешкім олармен шайқасқысы келмес еді, және жай ғана шегініп кетер еді. Ал сен қалай ойлайсың? Егер шынымен соғыс басталса, Наруто соғысқа қатысып, тіпті Кагелер жеңе алар ма еді? Ол Курамасыз жалғыз өзі барлық Кагемен бір мезгілде шайқасып, жеңе алар ма еді? Және бұл новелла саған ұнады ма? Осы видео жайлы өз пікіріңді жаз. Маған ол қызықты. Сендер осы видеоны ұнатып, лайк басып, пікір қалдырады деген үміттемін. Сендердің пікірлеріңді оқу шынымен қызықты. Қолдауларың үшін әрдайым алғысымды білдіремін. Баршаңа көргендерің үшін рахмет және сәттілік тілеймін. Қазақша контент дамысын.